Сәлеметсіздер ме? Мен Жезқазған қаласындағы номері 21 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, аты жөні Баймышева Ақнұр Төлеубековна, педагог сарапшы. Назарларыңызға 9 сыныптың қазақ тілі пәні бойынша түсірілген "Біз қандай халықпыз" тақырыбындағы сабағымды ұсынбақпын. Мен қазір ойын ойнаймыз. Мен мысалға қалай белгі берем, сол кезде әртүрлі амандасамыз. Бірінші көзбен амандасамыз. Бір-бірімізге қарап. Иықпен, құлақпен. Тапсырма берді, кім айтып жүреді? Оныншы беттегі 11-ші тапсырма. Жақсы отыра ғой, кім оқиды тапсырмасын? Жанайдар оқиды. Осы айтылған хан мен батырлар өзі ел үшін, жері үшін өз жан-тәнін беруге дайын болды. Бауыржан Момышұлы айтқандай, отан үшін отқа Айдана. Қазақ халқының ел болып қалыптасуындағы рөлдері ерекше. Қазақ жерін, елін қаншама жаудан қорғау ерлік. Халық үшін, жер үшін қаншама батырлар күресіп құрбан болды. Қазіргі еліміздің тәуелсіздігі, қазіргі тұрып жатқан кең байтақ жеріміз барлығы сол батырлардың арқасы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы келесі бетті ашамыз. Біз қандай халықпыз деген тақырыпта. Енді осы сабақты бастамас бұрын оқу мақсатымен танысып алайық. Біз бүгін сабақта осы жаңа қазақ халқы туралы берілген мәтіндер бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап береміз, оны түпнұсқамен салыстырамыз. Одан кейін әртүрлі жанрда жаңа қазақ халқы туралы мәтіндер құрастыратын боламыз. Ендеше, бірінші осы сұрақтарға өз болжамымызбен жауап берейік. Әркім жеке дәптерлерді ашыңдар. Осыларға өз болжамымызбен жауап береміз. Осы қазақ қандай ел? Шынында біз осы қандай халықпыз? Өз қасиетімізді өзіміз білеміз бе? Біздің халық туралы басқалар не айтады? Қазақтар осындай халық деп таныған олар, басқа қасиетіміз бар ма? Солай танитындай бізді. Қазақтар осылар деп танитындай қандай қасиетіміз бар? Жазамыз әрқайсымыз өзіміз. Қалмақтың ханы қонтақшы қазақ елін 3 рет шауып алғанда, малдан бөлек сол шабылғанның ішінде бір талай ұл мен қыздар келіпті. Соны сұрап, қазақ елшісі асқақтаған хан болса, хан ордасын тақтай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайды. Жасап жатыр анық той. Алғаш бір рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ, осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар, қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып, қыз сұлуға жағалған. Болжамымызбен жауап берейік. Әркім жеке дәптерлерді ашыңдар. Енді жаңағы өзіміздің жазғанымызбен салыстырайықшы. Кім не жазды жаңа өзіміздің сұрағымыз бойынша? Біз қандай халықпыз дегенде? Ол қасиеттері көп. Оның бірі қайсарлық және кішіпейілдік. Жақсы. Тапсырма мұнда тыңдалып мәліметтерді негізге ала отырып, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру. Бірінші топ жарнама жасаймыз жаңа қазақ халқы туралы. Екінші топ мақала жазамыз. Арсенов тобы. Үшінші топ әңгіме жазамыз. Төртінші топ ертегі құрастырамыз. Осы қазақ халқы туралы жаңа айтқан Қазыбектің сөздерін аласыңдар. Қадыр Мырзалиевтің сөзінен аласыңдар. Қысқа ғана әңгіме, қысқа ғана ертегі бір.
Бірінші топ дайын, төртінші топ дайын. Қалған екінші топтар толық па? Екінші топ. Шетелден қонақтар келген кезде ең бірінші Астанадағы бәйтерекке алып барамыз. Ол біздің Қазақстандағы сый болып танылады. Және де өзіміздің Қазақстандағы ту күннің астында храм болып саналады. Қазақ халқы қонақжай шаңырағын басына биік көтерген халық, ешкімге соқыртпай тыныш жатқан, ұлы қол қыздың күні қылдырмаған. Жезқазған қаласындағы нөмір 20 мектептегі 9-ғы сынып арасында қазақ халқы туралы патриоттық өлеңдерді айту туралы, яғни мәнерлеп оқу туралы байқау өтті. Байқау өте жоғары деңгейде өтті. Байқауға 4 топ қатысты. Сол өлеңде қазақ халқының қайсар жаужүрек және қонақжай халық екендігі айтылған. Жақсы, жарайды. Тақырып өтті. Қазақ тілі мұғалім бізге қазақ халқын қандай деген сұрақ қойды. Бір батыр өмір сүрген екен. Ол кісі қазақ болыпты. Айлап емес, жылдам емес, сағат сайын өсті. Өзі өте зерек, ақылды, сөзге шешен, білімге құмар, жомарт болған. Қазақ батыр қазақ елі жері үшін қанын, тәнін, жанын беруге дайын болған. Батырдың бірі бірде қазақ еліне қалмақтар шабуыл жасапты. Ал қазақ болса өзінің батырлығымен, қайсарлығы арқылы соғысты жеңіп, өз тәуелсіздігіне жетті. Қанша қиындық болса да, қанша шабуыл, қан төгіс болса да өзінің мақсатына жетті. Дескриптивті сақтай отырып, бір-бірімізге баға берейік. Артық. Сізге тұрақты 4-ші сұраққа мен 2 балл беремін. Себебі ояқта жанрлық құнда дұрыс сақталмаған, ал 2 балл тыңдалу мәтініндегі ертегі туралы. Ол ертегіні дәлме-дәл құрастырылған орфографиялық заңдылықтар да сақталған. Жақсы. Үшінші топқа мен 2 балл беремін. Өйткені дескриптив бойынша 1 балл жетіспей қалған. Ол орфографиялық заңдылығымен сақталмаған. Ал қалған 2 балл, олар бір мен екінші пункттарды сақтаған. Бір мен екінші пункттарды сақтап, сол себептен 2 балл беремін. Жақсы отырып. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Қазақ халқы намысшыл халық. Намысшыл тағы. Қазақ халқы ержүрек, қайсар. Қазақ халқы ермінезді, намысшыл, кішіпейіл. Тағы шығар. Шыға береміз. Айтылмай қалған қандай қалды? Қазақ халқы ұйымшыл, батыр халық. Жақсы тағы. Қазақ халқы жомарт халық. Енді біреуі шығар. Дәстүрі мол халық дейді. Ең қолымызды жоғары көтерейік, сол бірге тұрған уақытта. Ненің бейнесі бұл жерде? Шаңырақтың бейнесі. Яғни қорытындылай келгенде қазақ халқы шаңырағын өте биік қойған, шаңырағын шайқалтпаған, бір шаңырақтың астында бірлікпен өмір сүрген қонақжай, батыр, қайсар, ақкөңіл халық екен. Жақсы отыра қойыңдар. Үйге тапсырма белгілеп алайық. Үйге 13-ші беттегі 7-ші тапсырманы аламыз. Жазып қойыңыздар. Енді осы сабақ бойынша қызық, құнды, қиын әдісі бойынша өздеріне бүгінгі сабақта не қиын болды, қандай нәрсе қызық болды, құнды болған нәрсе, соны жазып, стикерді ана басманға жабыстырамыз.